қыс мезгілінде кез келген адамға міндетті түрде қажет болатын рич баобаб және йода. Осы екесі туралы айтқым келіп тұр. Жалпы қыс мезгілінде екі өнім міндетті түрде керек. Неге? Өйткені рич баобаб пен йода денсаулықтың қысқы қорғанысы десе де болады. Қыста ағзаға ең ауыр жүктеме түседі. Ол салқын, суықтық, вирус, шаршау, иммунитеттің төмендеуі. Сондықтан дәл осы маусымда әр адамға әлсіз иммунитет емес, мықты иммунитет керек. Рич баобаб ішектің иммунитеті. Қыста 80% иммунитет ішекте қалыптасады. Рич баобаб дәл осы жүйені күшейтеді. Ішекті тазартады, пайдалы бактерияларды көбейтеді, ас қорытуды жеңілдетеді, уақытылы энергия береді, суық тиюге қарсы қорғанысты күшейтеді. Нәтижесінде ағза вирусты тез жеңеді, қалпына келу жылдамдайды. Ал йода ағзаның негізгі табиғи күші. Қыста ағзада йод тапшылығы күшейеді. Оның салдары неге әкеледі? Әлсіздікке әкеледі, суыққа тез берілгіштікке әкеледі, қалқанша бездің бәсеңдеуіне әкеледі, шаршауға әкеледі, ұйқышылдыққа әкеледі, иммунитеттің төмендеуіне әкеледі. Ал йода ағзаға терең деңгейде қолдау береді, қалқанша безін қалпына келтіреді, энергияны көтереді, қан айналымын жақсартады, жүйке жүйесін тынышталдырады, вирусты, бактерияны қабынуға қарсы табиғи, вирусқа, бактерияға қабынуға қарсы табиғи қорғаныс қалыптастырады. Неге дәл қазір қажет осы өнімдер? Өйткені қыс ағзаның әлсірейтін кезеңі. Осы екі өнім бірігіп, иммунитетті ішектен бастап қалқанша безге дейін көтереді. Суық тиюдің алдын алады, энергия береді, ағзаны инфекциялардан қорғайды, қыста шаршауды азайтады. Жалпы қысқы формула ол рич баобаб қосу йода. Мықты иммунитет, таза ішек, жоғарғы энергия. Егер осы өнімдерді қалай алуды және қалай ішуді білгілеріңіз келетін болса, маған хабарласыңыздар. Телефон номерім шапке профильде. Немесе өз номеріңіз тастап кетіңіз.